Сәлеметсіздер ме? Мен Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі негізгі орта білім беру мамандығы физика мұғалімі біліктілігі УШФ-1 тобының білім алушысы Қалибаева Ментай Ерболқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай механизмдер, механиканың алтын ережесі, күш моменті. Сабағымызды Архимед сөзімен бастасақ. Маған тіреу нүктесін беріңдер, мен жерді де төңкеріп тастаймын. Сабақтың оқыту мақсаты қарапайым механизмдердің қолданылуына баға беріп, механиканың алтын ережесін тұжырымдау. Күш моменті физикалық ұғымымен танысу. Бүгінгі сабағымызда қол жеткізілетін мақсаттар. Жай механизм түрлерін білеміз. Жай механизмдердің жұмыс істеу принципін түсінеміз. Табиғаттағы, тұрмыс пен техникадағы жай механизмдердің қолдануына мысалдар келтіре аламыз. Механиканың алтын ережесін тұжырымдай аламыз. Ертеде Мысыр елінде пирамидаларды салуда жай механизмдерді қолданған. Себебі адамның күшін түрлендіру мақсатында. Күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар жай механизмдер деп аталады. Жай механизмдер үшке бөлінеді. Көлбеу жазықтық, иіндік, блок. Көлбеу жазықтық сына, бұранда деп бөлінеді. Блок, жылжымайтын блок, жылжымалы блок деп бөлінеді. Жай механизмдер күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар. Жай механизмдер иіндік, көлбеу жазықтық деп бөлінеді. Иіндік, блок, шығыр деп бөлінеді. Бұл күштен ұтыс алу үшін қолданылады. Көлбеу жазықтық сына, бұранда деп бөлінеді. Суреттер мысал ретінде келтірілген, көз жүгіртіп өтсек. Иіндік, иіндікті құдықтан су алу үшін қолданады. Блок, блокты жүкті жоғары көтеруге қолданады. Жалпы мәлімет беріп өтсек, өрт сөндірушілер, альпинистер, маляр бояушылар жылжымайтын блоктың ауасына арқан, шынжыр немесе трос қолдана отырып өздерін көтере алады. Бұранда, вертикальды бұранда. Көлбеу жазықтық. Денені көлбеу жазықтық арқылы биіктікке көтеру. Сына, ағаш, отын жаруда сынаны қолдану. Винт, домкрат, винттік пресс. Иіндік, қозғалмайтын тіреудің немесе біліктің осьтің төңірегінде айнала алатын кез келген дене. Суретте иіндіктің құрылысы көрсетілген. О нүктесі тіреу нүктесі, F1, F2 күш, иіндікке әсер ететін күш. D1, яғни OA күш иіні F1, D2 OV күш иіні F2. Күш иіні айналу білігінен күш векторы орналасқан түзуге дейінгі ең қысқа қашықтықты айтады. Белгіленуі D. Денеге әрекет ететін күштің өз иініне көбейтіндісін күш моменті деп атайды. Иіндіктің тепе-теңдік шартына тоқталып өтсек, иіндік тепе-теңдік күйде болады, егер күштердің қатынасы күштер иінінің қатынасына кері пропорционал болғанда. Суреттер арқылы мысал келтірілген. Механиканың алтын ережесі. Жай механизмдердің көмегімен күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз. Жұмыстан ұтыста, ұтылыста бермейді. Тапсырмалар. Бірінші. Күштен ұтыс алу үшін таяқтағы жүкті иықта қалай көтеру керек? Бірінші немесе екінші белгілеп аламыз. Екінші. Суретте иіндіктің қайсы түрі көрсетілген? Астындағы А, Б, В жауаптарынан дұрыс жауапты белгілеп аламыз. Үйге тапсырма. Және екі дұрыс жауапты белгілеп, сонымен қатар эссе тақырыптары. Бірінші.
тұрмыстағы жай механизмдер, екінші табиғаттағы жай механизмдер, үшінші адам денесіндегі жай механизмдер. 3 тақырыптың біреуіне эссе жазып жібереміз. Сабағымыздың қорытынды суреті. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.